вторник. Нива, Chevrolet Нива. От алмайды. Қаладан шығып бара жатқан кезде өшіп қалды дейді. Насос дауыс жоқ, подозрение на насос дейді хозяин. Барып көреміз қазір. Насос па, насос емес па. Өскемен бітті деген жердесін қалған ғой. Арт жаққа иттер болу керек қызметіге. Тұрстайды. Тұрстайды. Иттер бар поворотқа. Кіргізіп чек бар. Мынауың бос әлемде тұр ғой. А? Ашық тұр ма? Насос істемейді еще. Насос фигня. Что-то бос әлемде тұр. Пизда. Что открутилось? Верхняя шесть все равно? Может, срезала. Блядь, если цепь излукается, шарлдау керек болады. Ну, сейчас скроем, посмотрим. Может, сделается, хер его. Если клапана не загнула. Блять. Если клапана загнула, то как мотористу. Ашып қараймыз қазір неме үзіліп кетті екен. Ой, это что такое? А елмен шығып кеткен, ну. Он что, порвался, что ли? Ну, порвался он. Блин, цепь. Новый салган не ушел? Я новый салган. Новый салган человек. Цепь үзіліп қалған. Мотористің бар ма? Бізде бар нәрсе, если что. Бар жақта еще бірдеңе күйіп кетті. А? Ананың неге. Да уже там уже скрытие покажет. Здесь, который датчик уже стоит же. Я походу заживала. И ол ерунда, ол керегі жоқ. Самый главный цепь. Тащить надо ее, да? Эвакуатор только. Наш моторист здесь рядом. Келесі машин Previa, Toyota Previa, вот алмайды. Глубокий, да. Бұл кісі бір ай бұрын звондаған примерно. Компьютеріме су кіріп кетті, от алмай тұр деп. Содан кейін айтқым қарау керек деп. Содан кейін компьютер сатып алыпты, 2 компьютер сатып алыпты. Ана компьютерді салады, от алмайды, ананы салады, от алмайды, өзіндікін салады, от алмайды. Еш шығып жатыр. Соны барып қарау керек, неге от алмайтын. Су кірген бә, или компьютердің ішіндегі лақты су деп тұр ма, оны барған соң көреміз. Бүгін алыс-алыс аяқтылар. Жаңа молодежный жаққа бардық. Енді глубокийға кеттік. Глубокийдің жолы осындай. Жер жыртқан. Мына жерде сол жақта Уларова деген ауыл бар. Сен больше не едешь? Екіні жегі ғой, жүрмегенде тұр ғой жақта. Уларова деген ауыл.
кийин вообще төп жак экен. Үй жок жакпы машина. Үй барбы? Төмен түсүп кеттик. Жол бітті ғой уже. Не үйлер бар екен ғой ана жерде. Жоқ, анау емес. Әне тұр. Ескі приве ғой анау. Үй мощник жоқ ғой анада. Компьютер қай жағында тұр? Аккумулятор тірі ғой, иә? Тірі. Компьютер ар жағында моторын дейді. Так. Өзінің компьютері қайсысы? Ана салып тұрған анда. Қане? Мынау өзінде тұр, мынау. Мынау сатып алған. Оны осында бір екі әкелген болған қайтсы. Өткізіп тадыңыз ба? Өткізгенде ол өзі еріп кетті, салып көрді қайсы ақ кетті ғой әксі. Мен нөмірлері кетіп қапты ғой мынаны. Сіз мынаны салсаңыз чек жанады дедіңіз бе? Жанады. Мынамен жанбайды. Жанбайды. Дым жоқ. Так, иммобилайзер бар ма? Иммобилайзер жоқ секілді. Жоқ екен. Клемасын тасылайық онда. Клема. Так, кілті қайда орында тұр ма? Мынау нейтралка ма? Так, чек жоқ. Чектені ойыл деген жазып шығды, ода жабай қапты ғой. Ойыл деген шығып тұр. Ойыл деген бар? Жоқ, мына жерде біреу жағады. Ойыл деген бар екен. Мына жерден жану керек болған. Деген. Өзінің бұлуы. Мына жерінен су көріпті міне. Бұрыннан кірген ғой, тақпас жатыр. Сондай неме екен. Мына компьютерді өзі завайттырған ма машина? Жа бәрі аман. Мына компьютерларды өлтіру үшін ойбай. Бірталай әңгіме керек қой. Ескі компьютерлер мықты болады. Ол қазіргі компьютерлер ғой, қан түсетін. Бәрі простой ғой. Компьютерді сатып алдыңыз ба? Иә. Мынаны салсақ, чек жанбайды. Чек қай жерде жанып жүрдіңіз? Мына жерден жанады. Мына жерде не? Мына жерде мойл деген жазу болған. Сода жану керек болған. Сол жанбайды там. Скорее всего, ана компьютерлерді салған кезде бірдеңен жағып жүрген ғой, скорее всего. Жарайды, скорее. Предохранительдер қай жерде өзі? Міне тұр. Міне тұр екен. Азамат міне. Мынау разборын алған компьютер бөлек екен іші бәрі. Бірақ чек жанып тұрған дейді. Қазір чек жоқ. Мынада питание жоқ нұры. Мынау күйкетті ме? Бәсе күйкетіпті дейді. Şu Өткізбей тұр. Мынаның өзінде питание жоқ. Питание жоқ даже. Разгони қойды. Ну-ка, замок қолдасып бар. Жоқ. Айландырғанда келемеді. Жоқ, минус. Насостық отработать етті қа? Жоқ, өтірік. Андағы бүтін пред салайық та. Нөмір целый, Может, тоже как предохранитель? жоқ. Мына предохранительге міне питание берем, өзім қазір жоқ. Міне питание бердім. Чек жанды. Неме жанды. Скорее всего, от алмайды қазір мәсін. От алды шам. От алып кетші мәсін әкейін сізге. Оданан питаниясын құртқан. Схемадан қарап көру керек, мына питания қайдан алатын. Приус. Главный реле 2006-2008 бар екен мұнда.
Ол скорее всего главный желеден кейін келетін шығар мынаған. Компьютер қосады, сонан кейін мынаған питание келеді. Короче, ана өзінің компьютерін жөндеп көрейікші. Қайда кетті міне. Мына бәлені шешіп алдық. Қазір маған саламыз енді. Вроде әдемі шықты. Көрейік істей ме екен. Так, компьютерді сап қойдық. Чек жанам екен, бісміллә. Чек жоқ, мынада питание бар ма қазір сен? Чуть-чуть жанып тұрма, кішкене жанып тұр. Қане? Сығырайып. Көрінбейді маған. Анада питаниясын көрші? Сығырайып тұр. Анаға питание келді екен. Андағы питание береміз қазір. Соңын отыру керек негізі. Жоқ қой чек. Чек жоқ. Өкілішкі ойыз. Ане, Маргарет той. Алыңыз. Көшіріп қайтадан. Маған управление бермей тұр ғой сонда. Оталды пока. Алашпай ма? Чек бәрі бар. Короче, қайтадан өшіп қалды. Мына предохранительде питание жоғалып кетті. Мен плюс берем. Чек жанады. Мынау плюсті қайдан алады, соны іздеу керек. От ала ма қазір? Ал от алыш. От алып. Плюсті алып тастайым. Қашып қалады. Анан плюсын іздеу керек. Короче, қарандар жігіттер. Міне мында плюс жоқ, азамат қозғайды. Қозға азамат. Әне пайда болды. Қазір көреміз неме қозғап тұрғанын. Сапля. Міне, көрдіңіздер ма? Мына жерде предохранитель тұру керек. Сол предохранительден бәрін. Міне, бос жатыр ғой осы. Ё-майна. Қаншама уақыт. Оказывается, бұған бір танысшы келген екен де диагностический разъемға тыкать еткен дейді. Сол кезде мына предохранитель жанған. Проблеманың бәрі какой-то бір и компьютер шіріген, ана бір бағаны пайкелегенбіз, ол да причина. Ана жерге қазір саламыз временно. Сонымен болды. Бізде өзімізбен бірге предохранитель жоқ, пока қыстырып қойдық. Қазір тексереміз. Ё-майо. Предохранитель қайда, азамат? Саламыз. Зажигание қосамыз. Чек жанды болды, машина толды қазір. Газ береміз. Жұмыстың бәрі бітті. Қайттық. Глубокийдан енді прапорщикова кеттік. Nissan Primera дейді ғой, 2004 от алмайды. Прапорщикова жатыр дейді. Барып көрейік. 2000 жылдардағы ма десем? 2004, короче. 2004 емес, 94 қой. Жоқ, 2004 деп пакет паспорт. 2004? 2004 болушы ма еді мынандай? Газелі 2004, мынау да 2004. Аккумулятор тірі ме? Тірі. SR 20 ма?
Ой, мына немене сатып алып келдім, білмеймін. Катушкасы. Қазір көрейік, кілті қайда? Кілтің ішінде. Көрейік. Ойбай. Не трогай. Чек бар. Насосында біз жоқ. Көрші азамат искрасын. Искра бар ма екен қачан? Қараған жоқсыз ба? Короче, мына катушканы сатып алып келген, искрасы жоқ. Катушка жаңа сатып алып келген, ескісі деп. Қазір көрейік. Ескісі келі жоқ па? Насостың дыбысы да шықпайды ғой даже. Иә. Міне мынау. Жоқ па? Сіз органда сіз ерте шықтыңыз ғой? Иә. Нешеде шықтыңыз? 40? Иә. Орыт көрмейді машина. Проводкасын прозвонить ету керек бірінші. Запчастердің арасынан запчастер табылды. Қазір оталдырып көреміз. Давай. Тоқта. Делаем ставки. Негізі оталу керек. Негізі оталу керек деймін. Тоқта. Давай. Жоқ, теріс тұр. Пластик бөлік болуы мүмкін, но вряд ли. Давай. Оталады ғой, смело оталады ғой. Айттым ғой. Газ берші. Болды, өшіре сал. Вот. Короче, вопрос емес. Короче, проблема мынада болған. Мынау родной трамблері, мынасы кет қалған. Біз роднойын алып тастадық та, мынандай бір гараждан тауып болды. Оның бірақ мынасы кет қалған екен. Грандері кет қалған. Оны ұлғайту керек, мынандай. И еще Қарайсасын новый. Так, и еще жаңа стопырға кет қалды. Мына стопырдың бір тұсын қайырып тастапты. Екеуі 2 түрлі трамблер. Изряда. 3 трамблерден 1 трамблер шықты ғой. Мынанда грандер желін кеткен. Көрдіңіз бе, мына жері жоқ. Жаңа біз салғанда бегуноқты берсінші. Біз салғанда бегунок 40-45 градусқа бұлайынан тұрған ғой. Соны біз алдық та қайырылған жерге салдық. Болды. Қазір өзім аптап арастырамын, иә? Өзін аптап арастыр. Мыналар жарамайды, мынау жарамайды, мынау жарамайды. Мынау тоже жарамайды. Механический частар. Сізге енді алу үшін мынау да жарамайды.